Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа дайындықты бастап, ассорти компотын жабатын боламыз. Яғни жеміс жидектерден құралған компот түрін. Бізге ең алдымен осындай шиелер және де жуып тазартылған өрік қажет болады. Дәл осылай мантаваркімізге жуылған банкілерімізді стерилдеп дайындап алатын боламыз, яғни суда булап аламыз. Және де қақпақтарымызды да дәл осылай ыстық сумен булап алатын боламыз. Міне, біздің буда стерилденген банкілеріміз дайын. Енді дәл осы банкілеріміздің ішін жемістерге толтыратын боламыз. Менде өрік және де шие. Осылай өз қалауларыңызша жеміс жидектерді салып шығатын боламыз. Дәл осы жеміс жидектерді салып шыққаннан кейін ыстық қайнап тұрған суымызды банкілерімізді толтыра отырып, барлық жемістеріміздің үстінен ыстық суды құйып шығатын боламыз. Міне, құйып, ендігі кезекте стерилденген қақпақтарды да жауып шығамыз да 1 немесе 2 сағатқа қалдырамыз. Ендігі кезекте дәл осы 1-2 сағат тұрған суын бөлек ыдысқа құйып аламыз. Одан кейін дәл осы суымызды қайта сақырлатып, қайнатып дайындап аламыз. Ендігі кезекте дәл осы банкілеріміздің үстіне алдын ала өлшенген қантымызды жеке-жеке салып шығатын боламыз. Мен 2 литрлік банкіге 200 грамм қантты қолдандым. Міне, біздің суымыз дайын болды. Дәл осы ыстық суымызды банкілерімізге құйып шығатын боламыз. Достар, егер дәл осы мен жасаған рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәл осы рецепт түрімен сіздер де жасасаңыздар болады. Мендегі өрік және шиені басқа да жеміс түрімен алмастырсаңыздар болады. Міне, енді ыстық су құйылған банкымызды осылай жеке-жеке аузын жауып алатын боламыз. Жауып болғаннан кейін осылай ары-бері аунатып, бойындағы қантын ыстық суда ертіп алатын боламыз. Одан кейін барлық банкымызды осылай төңкеріп аламыз да, үстін өз буында қалдыру үшін үстін осылай жауып қоямыз. Міне, біздің өте керемет болып шыққан компотымыз дайын.